Біз шығарған уағыздардың астында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға тіл тигізуге тырысатын адамдар бар. Бірақ біліп қойайық, біз қаншалықты біреуді жаман көріп, ол адамда жоқ мінезді біреулерге ғайбаттасақ та, ол адамға лайықты емес нәрсе, ол адамда жоқ болса, ертең бізге оның кері әсер тиеді. Пайғамбарымызды 9 жасар кезінде Айша анамызды алды деп біз жала жабуға тырысып жатырмыз. Бірақ әлхамдулилля мұсылман қоғам білімді бұл нәрсеге жауап бере аламыз. Айша анамыз 605 жылында туылды, және де уақи 610 жылында келді. 614 жылында Айша анамыз 9 жасында немесе 8 жасында болды деп есептелінеді. Енді 614 жылында 9 жасында кезінде Жүбәй бин Мутим деген адаммен атастырылған. Сонда Абу Бәкір және отбасының мұсылман болған естіген Жүбәйірдің анасы атастырылғаныңды жоққа шығар. Олар сені бұзады, сені де мұсылман қылады деп атастырылғанды бірденне жоққа шығарады. Және де осы оқиғадан кейін 614 жылында Қамар сүресінің 46 аят түседі. Және де бұл жерде айтады, Айша анамыз Қамар сүресінің 46 аят түскенде мен ойнап жүрген қыз едім дейді. Бұл да бізге Айша анамыздың 8 жасар кезі, яғни балиғатқа толмаған қыз баласы екенін көрсетеді. Осы оқиғадан кейін 622 жылында Айша анамыз өзінің отбасымен бірге хижрет қылады. Хижрет қылғанда біз Айша анамыздың 17 жасар ма, 13 жасар ма, 19 жасар ма екен бірден білеміз. Неге? Себебі Айша анамыздың әпкесі Асма хижрет қылған уақытында 27 жасында болады және қарнында 3-4 айлық баласы болады. Өзінің әпкесі Айша анамыздан 10 жас үлкен болғанына байланысты 27-ден біз 10 алғанда Айша анамыздың жасы Меккеге, Мәдинаға көш істелінгенде 17 жас екенін көрсетеді. Және де пайғамбарымызбен Айша анамыз 624 жыл үйленеді. Бұл да Айша анамыздың ең көп 19 жасар екенін көрсетеді. Сіздердің пайғамбарға жала жауып 9 жасар кезінде қыз алды дегендеріңіз қандай да бір дәлелі жоқ. Бос сөз есептелінеді және мұсылмандардың арасына фитне салу болады. Біздің риуаяттарымызда Айша анамыздың ең жас 17, ең көп 19 жаста пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламмен үйленгені ортаға шығады. Бұл да пайғамбарымызға істелінген жаланың бос сөз екенінің бір дәлелі болады. Айтқан әңгімеміз Мәулана Шиблидің Аср Саадат деген кітабынан алынған.